сізде экранда көріп тұрсыздар ғой, Щерба Светлана деген сияқты. Осылай берген дұрыс, 4 немен, символмен парольді. Одан кейін пароль жазған кезде сіздер арт жағында мынандай бір пробел қалдырып қоясыздар. Мұны көріп тұрсыздар ма? Арасында бір пробел қалды. Осындай бір пробел болса, ол кірмейді системаға. Притык қалай тұр, тура солай жазу керек қой. Кіреді мұғалім, осылай ашылады системаларыңыз. Одан кейін ең бірінші қазір мұғалімдеріңіз пока интерфейсіне үйренгенше тек қана задание берсін. Бір-екі рет обновить етіп жүресіздер. Мына жақта қазір не бар, задание деген модуль бар. Қазір көрінеді. Неде, мына жерде қазір қандай адамдар бар? Учебный зам бар ма? Сөйлей беріңіздер. Методист бар ма? Онлайн ала беріңіз. Иә, мен тыңдап отырмын, методист. Сен библиотекар бар, иә? Мен өзім колледжім ашылмай жатыр. Бар библиотека. Қазір бір минут. Экран көрініп тұр ғой, иә? Иә, көрініп тұр. Қараңыздар, енді сіздерде мына жақта объявление деген бар, письма деген бар, задание деген бар. Объявлениеға сіздердің қыздар жағы ответственный қыздар не қойып қойса болады, инструкциялар. Мысалы, мына жақта как добавить видео на свое задание, как отменить задание, как прикрепить видео на задание, электронные учебники. Именно соңғы қазір бізде шкала оценивания учебных достижений не болып жатыр ғой, балл түрінде. Ол туралы да қысқаша балдарын бүйтіп қояса болады, мұғалімдер ұмытып кетсе қарайды. Бірақ основной жұмыс мұғалімдердікі мына задание деген модуль. 21 деп шығып тұр ғой, көрдіңіздер ғой? Осыған кіреді мұғалім, басады. Басқан кезде мынау төмен жағында тұрған мұғалімнің уже тапсырмалары, басқа оқушылармен жұмыс жасап жатқан несі ғой, жұмыстары. Ең бірінші сіздерде қазір бұл пустой болып тұрады. Сіздер мына оң жағында назначить деген кнопка бар, міне Көппенбек, осыны басасыздар. Осыны басқан кейін сразу студенттерді нету керек, таңдау керек, қай студенттерге тапсырма беретін. Мына оң жағында тағы да добавить деген кнопка бар. Осыны басасыздар. Одан кейін сіздерде автоматически семестрі, год обучения шығады. И бірінші группа таңдайсыздар. Мысалға S11P. И кому деген жерде сіздер лучше мына үстіндегі академический поток деген таңдаңыздаршы. Обучающий деген поток таңдамаңыздар. Неге десеңіздер, бұны таңдауға болады. Бірақ қазір именно осы Платонстың разработчиктері модуль заданияны мұғалімдердің ыңғайына қарай біздің ұсынысымыз бойынша дорабатывают. Сол үшін пока ол модульмен кішкене дұрыс жұмыс жасау мүмкін, сол үшін үстіндегісін таңдаңыздар. И бірақ үстіндегісі легче еще, онымен жұмыс жасаңыз. Неге десеңіз, мына обучающий потокты выбирать еткен кезде қараңыздар. Мына жақта еще академический поток таңдау керек. Мына жақта көп пәндер тұрады, соның біреуін таңдау керек. Одан кейін барып мына оқушыларды белгілеу керек. Ол көрінсе уже жұмысы көп болып кетеді. Лучше кому деген жерде академический поток деп таңдап, академический поток деп таңдасаңыздар, мына жақта сол мұғалімнің сабақ беретін пәндері көрінеді. Мына кісіде бұл топқа бір-ақ пәннен сабақ береді екен. Сол пәннің қасына мына жерге галочка қояды, сол жағына иностранный язык. И мына жақта тип оценка деген жерде көріп тұрғандарыңыздай не выбрано деп тұр. Егер осылай не выбрано қылдырып жіберсеңіздер, мұғалім кейін оқушы мұғалімге тапсырманы жіберген кезде осы прямой модульмен баға қоя алмай қалады. Уже мұғалімге екі жұмыс болады ол. Осы жерден тапсырманы бір тексереді, журналды ашып қояды да, ол жерден списокті табады, күнін табады. И двойной работа ғой, былай қарап тұрсаңыздар. Сол үшін осы жерде тип оценкаға обязательно текущий дегенді белгілеп кетіңіздер. Өйткені баға қояр кезде осы заданиядан қойған бағаларыңыз тексерген жерлеріңізден автоматически журналға түседі. Сонда сіздер журналды ашып әуре болмайсыздар. Тек қана осы бір модуль задания осының ішінде ғана жұмыс жасап жүре бересіздер. И на предусмотрено выставление оценок деген обязательно галочка тұру керек. Бұл автоматически тұрады, бірақ сіздер алып тастап жүрмеңіздер, иә? Предусмотрено выставление оценки деген жерде. Кеттік, міне қойдым, добавить деймін. Учебный поток добавленный дейді. И учебный поток түсті. Тағы бір группаны қосып жүрсеңіздер де болады, егер тағы бір тақырып екі группаға параллель болса, опять же солай добавить деп. Енді осы жерге потокты таңдап болғаннан кейін, академический потокты, яғни группаны, иә, мына сол жағында задание деген болады. Осыны басасыздар да, мына жерге мысалға тақырып жазасыздар. Мысалға кіріспе терминдермен анықтамалары дейік. И датасы. Бұл тапсырманы Платонста күнде салып отыру керек. Алдын ала салуға болады,
бірақ задним числом салуға болмайды тапсырманы. Бүгін отырып, анау 1 сентябрь, 3 сентябрь тапсырмаларын сала алмайсыздар. Біз бұны Платонстан сұрағанбыз, соны рұқсат беріңіздер деп. Ол Платонсқа МОН, Министерство образования рұқсат бермей отыр. Ол модульді бізге допуск қойып берейін десе. Өйткені мұғалімдердің сабақ процесінде күндегі тапсырмасын күнде орындап отыруын қадағалап отыр ғой, былайша айтқан кезде. Енді приступить к выполнению. Бүгінгі күнді қоясыздар, мысалға сабақ болса. Выполнение задания до включено. Именно қазіргі моментте бізде Платоныста тек қана 6 күнге дейін тапсырманың уақытын созуға болады. Неге десеңіздер, календарда қарасаңыздар, міне 17-сі четверг болып тұрса, келесі 24-ке деп қойсаңыздар, система оны түсінбейді. Ол система ойлайды, 17-сі күні бұл сабақ қайтадан болады, сол үшін ол тапсырманы қоюға болмайды деп түсінеді. Сол үшін, значит, четверг күні қойылған тапсырманы біз 23-ші средаға айдың ғана соза аламыз. Мысалға, пятница күні қойылған тапсырманы келесі аптаның четвергіне дейін ғана соза аламыз. Сонда келесі аптадағы сол күнге бір күн жеткізбей қойып отырасыздар ғой, пока. Бірақ бұны, опять же, біз ұсыныс айтып, осы аптаның соңына дейін хоть 100 күнге созуға болатындай қылдырып, датасын свободный қылдырып беріңіздер дегенбіз. Соны осы бұйыртса суббота күні жасап береді. А пока міне мысалға осылай қойып көрейік 23-не. Одан кейін 17-сі 23 деп қойып болғаннан кейін лучше төмен жағында қарап тұрсаңыздар, добавить файл деген әлі неактивный, көріп тұрсыздар ғой, серый болып тұр, басайын десе ол неактивный кнопка. Сол активный болу үшін бір рет сохранитті басасыздар, төмен жағында сохранить. То есть получается, бұл сохранить кнопканы басу арқылы сіздер тақырыпты, күні, получатель, ол сол күйі қалады, егер интернеттеріңіз өшіп қалса, ол сол күйін сақталып қалады. Енді мына жерге мұғалім текст жазады. Пока сіздер жұмысты енді бастағандықтан бұл жерге тек қана мысалға бүйтіп жазсаңыздар, құрметті студенттер, тапсырма жіберілді, мысалға конспектін қысқаша жазып, берілген есептерді формула қойып шығарыңдар деген сияқты. Не болмаса, YouTube-та видеоларыңыз болса дайын, YouTube-та ашайын, YouTube-та дайын видео болса, сол YouTube-тағы дайын видеоны қолдануға болады. Қазір Білімлендте общеобразовательный видеолар көп қой, неше түрлі видео бар. YouTube-та мысалға осы видео болса, жоғары жағынан ссылкасын аласыздар, и Платоныста мына жерде видеоның значогы тұрады міне. Осыны басып, ссылка тұрған жерге ссылканы қойсаңыздар, вставить десеңіздер, ссылка түседі. Оқушылар осы видеоны көріп, тапсырмасын орындай алады. Осы видеоны қойғаннан кейін добавить файл деп, яғни презентация бірдеңелеріңіз болса, сол презентацияны қоя аласыздар. Мысалға статистика дейтін болсақ. Міне кеттік. Көрдіңіздер ме? Док файл түсті. И тағы да бір файл қосатын болсақ, мысалға мынаны қойып жіберейік, Excel файлды. И осылай түсе береді ғой, бірінің артынан бірі. И ең соңғы действие сіздерде назначить деген болады. Бірақ қараңыздар, тағы бір көрсетіп жіберейін, кейін сіздерде оны тоже столкнетесь. Сохранитті басқан кезде қараңыз, просто сохранитті басам мен, қарап тұрыңыздар. Сохранитті бастым, и мұғалімдер осы сохранитті басады да шығып кетеді ғой. Тапсырма беріп қойдым деп жүреді, тапсырма жоқ деп паниковать етіп маған келеді. Оның тапсырмасы исходящийде тұрады ғой, міне қарап тұрсаңыздар, выполняется деп тұр. Бұл назначенныйлар. Ол сохранить десе, ол неяқта тұрады, сохраненныйның ішінде. Көрдіңіздер ме? Бұл яғни мұғалім келіп, тапсырмасының басын бастап, қалғанын кеш жақын дорабатывать етіп, кеш жақын қайтын жіберем, или чуть попозже жіберем деп доработка болады дегендей болса, солай сақтауға болады. Бірақ егер назначить ету керек болса, болды, дайын ішінде бүткіл файлын тіркедім десе, онда назначить деген кнопканы басу керек. Осы назначить басқаннан кейін балаларға тапсырма барады. Одан кейін балаларға егер сіздер бүгін отырып, келесі понедельник күнінің тапсырмасын жіберетін болсаңыздар, балалар ол тапсырманы сол күні қана көре алады. Алдын ала балалар көрмейді. Ал мұғалімдер ол тапсырма өзінің жіберген тапсырмасын, мына жерде жоғары жағында фильтр тұр, қарап тұрсаңыздар. Бұл фильтр төмендегі 41 тапсырманың ішінен өздеріңізге мысалға екінші семестрдегі не болмаса группа бойынша іздейтін болсаңыздар, соларды тауып беру үшін ғана тұр фильтр. Соны түсініңіздер, мысалға бұл автоматически бір айды сразу көрсетеді, автоматически ашылған кезде, міне 17 августтен 17 сентябрьға дейін. Алдын ала қойсаңыздар, онда датасын соответственно бүйтіп арғы кішкене қоясыздар 26-сына дейін. Соңын аяқты қарайсыздар. 41-ден алдын ала қойған болсаңыздар, шығады ол алдын ала қойғандарыңыз. Енді бұл назначение задания. Бұл қиын ештеңе жоқ, қазір қорықпаңыздар. Пробный жіберіңіздер, бір оқушыларға
көріңіздер, обратный связь көріңіздер. Мысалы біз басында задание жіберер кезде бүйтіп прям пробный деп тұрып жібергенбіз. Көп жіберіп тастағанбыз мұғалімдерге пока үйрену үшін. Мына қарап тұрсаңыздар, пробный платонс деп тұр, көрдіңіздер ме? Осылай біз көп жіберіп тастадық. Одан кейін артынан өшіріп тастадық. Мұғалімдер көрсін деп. Сіздер де осылай көрсеңіздер болады. Енді қарап тұрсаңыздар, мына жерде плюсик тұр, көрдіңіздер ме? Осы плюсиктің қасына бассаңыздар, оқушылар ашылады. Яғни бұл плюсикті басу арқылы қай оқушы тапсырманы орындағанын көруге болады. Мына қызыл шығып тұрғандары 2-3 деп тұрғандары, яғни осы топта, осы тапсырма бойынша 2 бала тапсырма орындады. Мына жақта 1 бала орындады, мына жақта 4 бала орындады. Яғни бұл бағаны қоймасаңыздар, осылай қызыл болып тұра береді. Бағаны қойғаннан кейін бұл соответственно жоғалады. Мысалға, ана С32 П-ға көрейік, 3-ші курстың балалары. Сабақтары применение профессиональной лексики в сфере профессиональной деятельности иностранного языка. Плюсті басасыздар. Одан кейін көрдіңіздер ме? Отправлено на проверку деп тұр. А мынау выполнен деп тұр. Бұның бағасы қойылған уже. Мына текущий оценкасы 5 тұр, көрдіңіздер ме? А одан кейін мынандай жағдай болады. Балалар айтады, мен тапсырма көрінбей тұр, мен орындаған жоқ, менде көрінген жоқ дейді. Соны оң жағын қарасаңыздар, балалар қай уақытта осы тапсырманы ашты, сол уақытты көрінеді. Көрдіңіздер ме? Мына Нұрғожаева Шырын 17-сі күні, қайта тапсырма 15-сі берілді. Бұл бірақ 17-сі күні сағат 11-18-де бірақ алған ғой, тапсырманы көрген ғой. Ол уақытқа жүрген и көрмеген. Кейбіреулер 15-сі көрген, кейбіреулер 16-сі көрген деген сияқты. Енді мысалға балаға баға қойып көрейік. Нұрғожаева Шырынды үстінен баса саласыздар. Кому как удобно. Төмен жағында баланың тапсырмалары тұрады. Бұл қай күні жіберілгенінде тұрады. Қарап тұрсаңыздар, 17-сі, 11, 18-де жіберген екен. Енді үстінен бассаңыздар, қазіргі моментте бұл файлдарды именно скачивать етіліп арқылы көру керек болады. Бірақ бұны біздің колледж өзіміз көріңіздер ме, заданиясын тексере саласыздар. Бірақ біздің өзіміздің колледжге де қиын болып кетті. Осы тапсырманы тоже осы аптаның соңына дейін былай жасайды. Мысалға, тапсырманы басып қалған кезде, ол тапсырманы скачивать етпейсіздер. Ол автоматически осы экранда ашылады для просмотра. Сол кезде сіз осы экранда көресіздер де, сразу файлды скачивать етпей-ақ, осы жерден бағасын қоясыз. Төмен жақтан файлдарын тексересіз осылай. Жоғары жағында выставить оценка деген бар, көрдіңіздер ме? Или отправить на доработку. Отправить на доработку дегенді бассаңыздар, комментарий жазасыздар. Мысалға, Шырын, мына тапсырмаң дұрыс орындалған жоқ, бірдеңе. И доработканы жіберсеңіздер, балаға кетеді. Балаларға айтыңыздар, статусын қарап отырсын. Мына жақта 100 деп тұрған жерде, балаларда да осындай бар. Осы жерді басып қалса, баланың несі шығады, уведомление. Мысалға, Щерба Светлана Алексеевна мына тапсырманы доработкаға жіберді деген сияқтышы. Көп жағдайда балалар оны көрмей қалады да, сен ренжиді, біз көрген жоқпыз депші. Пока привыкать кеткенше солай болады. Оценканы выставить оценка деп қоясыздар. Мысалға, басасыздар міне. Бірақ бағаны қараңыздар. Бағаны дата выставления оценки в журнале. Бағаны сол тапсырма берілген күнмен қойыңыздар. Бірақ қазір қойсаңыздар, осылай да жібере береді, осылай да қоюға болады. Бұны осылай мұғалім қойып қойса, оны ойбай қате деп жүрмеңіздер. Осылай да қоюға болады. Бірақ неге тапсырма берілген күнмен деп отыр десеңіздер, кейін ДКСО келіп, мысалға, білмейміз ғой, қалай тексеретін, әлі тексергенде жоқ, тексереміз деп жатыр да. Именно осы күнгі осы тапсырмаға қойылған бағаларды ашы десе, сіздер журналда ашасыздар да, осы тапсырма берілген күнді датаны қарай саласыздар, и сол датаны ашып автоматически түгел бағаны көре аласыздар. Ал сіздерге бұл тапсырма егер 17-сіне дейін берілсе, бір бала 15-сі тапсырманы орындаса, бір бала 18-і орындаса, ол выставить журнал дегенде автоматически қай күні жіберілді, сол күннің датасы ашылады. Сол күнмен қойсаңыздар, кішкене бардак болып кетеді да, шышы. Сол үшін тапсырма берілген күнмен өздеріңіздің ыңғайларыңызға солай қойыңыздар, сол дұрыс болады. Оценка, мынау 3-ші курс, бұларға традиционный оценка, яғни линейный бойынша 4, 5, 3 деген сияқты. Мысалға 4 түсіп жазасыздар да, сохранить дей саласыздар, болды. Бұл баланың бағасы кетті. Енді 1-ші курстарға биыл 11-ден кейін 9-дан кейін түскендерге балдық шкала бойынша қою керек қой. Мына жақта С11П. Көрейік, ішінде тапсырмасы бар екен, тапсырмасы бар. Міне С11В, 1-ші курс. 1-ші курста тура солай қоясыздар, просто балын көрсетесіздер ғой, төмен жағында тапсырмасын тексересіздер и выставить оценку дейсіздер де, тапсырма жіберілген күнді қоясыздар,
Мысалға, бізде 90 балл 5, иә? 90 қоясыздар, 90 деп не? И сохранить. Балл жүзінде кетті. Бұл тек қана бірінші курспен биылғы түскен. И биылғы түскен жаңағы 11-ші сыныптан кейін түскен бірінші курстарға. Яғни бүткіл спецдисциплина, жалпы білім беретін пәндер, дене шынықтыру, ОПД, ООД бәріне осы балмен кетеді деп айтқан алдында МОНның РК рекомендациясында. Осылай баға қоясыздар. Болды, алып баратқан түк ештеңе жоқ. Одан кейін мына не бар? Жаңағы назначить задание деген жерде добавить ссылку деп тұр ғой, көрдіңіздер ма? Бұл ссылка неге сіздер кейін бізге айтып жатыр ғой, контент толтырыңдар деп. Соғы контент деген общий жалпылама осы заданияның ішіндегі балаларға берілетін тапсырма, презентация, Word файл, суреттер, видео, ОМК бәрі контент болып саналады. Сонда добавить ссылку дегенді бассаңыздар, бұл автоматически сіздердің жаңағы учебный кейс не болмаса ОМК-ға жібереді. ОМК-ны бассаңыздар, мына кісі мына қараңыз қаншама тапсырма кіргізіп қойған. Осылардың біреуін таңдауға болады. Мысалға, мынаны басса, ол қайттан загружать етпейді, көрдіңіздер ме? Добавить дей салады, и мынау түседі уже автоматически. Не болмаса, бұл кісі учебный кейсті қолданбайды ғой деймін. Учебный кейс. Мына да солай тұру керек. Учебный кейс тоже самый ғой, жаңағы ОМК сияқты ғой. Просто мына кісі ОМК-ны қолданады екен. ОМК-ны сіздер толтыру керексіздер. Кейін ана МОН тексерген кезде именно ОМК-ларыңызды ашшы дейді. ОМК универде жаңағы не ғой, силабустар ғой. А бізде колледжде ОМК жоқ қой. Мына сол жағында тұрады не ОМК деген. Бар енді учебный комплекс, бірақ енді ол электронный жоқ қой. Көбісі андай ашық сабақтарды салып атады ғой папкалеріне. Бірақ енді ОМК жоқ екен деп отырмай, сіздер пән ашылады, мындай ОМК-ны басқан кезде міне сол жағында ОМК деп тұрады. И пәнді ашасыздар, и мына жақта добавить деген бар міне. Добавить деп сіздер слайд, сабақ жоспарларын, лекционный материал, фотолар болса салып тастаңыздар, чтобы количество кішкене көбірек болып тұрсын да. Ертең сіздерде ответственный адаммен учебный завуч немесе ботқа жауап беретін адамдар ВКС-қа қосылған кезде былтыр көрген шығарсыздар, иә? Ананы аш, мынаны аш деп былтыр Амина Даукенова айтты ғой. Тура сол сияқты ашқан кезде количествосы кішкене көбірек басымырақ болып тұрсын да. Сол. Потом болды. Данный момент осы жұмыстар. Тематический план бар, бірақ тематический планды қазір айтып бастарыңыз қатырмай қойын, өйткені тематический планды асықпай толтыруға болады. Бізде мысалы қараңыздар, былтырғы тематический пландар ғана толтырылып тұр, мына кісіде 133 тематический планы бар екен, биылғы жылға бұл кісі әлі қоспаған. Өйткені сабақ процесі енді басталды, ол кісі куратор, басқа да шаруалар бар, ол тематический планды задним числом асықпай кейін қосуға болады. Бірақ егер араларыңызда бос мұғалім болса, лучше четінен қосқандарыңызда жүрін үйлік қалмасын деген ғой енді. Қазір данный момент сіздер лучше модуль задания бойынша жұмыс жасаңыздар, обратный связьбен оқытушының берген тапсырмасы бойынша ғана. Өйткені осыны тексереді сіздерден. Осыны тексереді. Енді бұл бойынша сұрақ бар ма? Модуль задания бойынша. Адам бар ма өзі? Тіпті шоқылды. Дауысыңыз өшіп қалып, жаңа естілмей қалды. Ау? Жаңа осынша тексереді деген жер. Дауыс естілмей қалды ма? Қазір бір минут. Қазір естіліп тұр ғой дауыс. Иә, негізі жалпы осы задание бойынша түсіндіңіздер ма? Задание модуль бойынша. Иә, түсіндік. Бізде мұғалімдерде сұрақ бар. Факультативпен консультацияны как сабақ ретінде өтеміз ба, или оны основной расписание қосу керек па? Былай да, қалай айтсам екен, негізі факультативті консультацияны білесіздер ғой, біз колледжде ештеңе істемейтінбіз. Тематический пландарын толтырып, консультация ғана жүзінде жүруші еді, ол сабақ ретінде өтпейтін. Енді біз оны мен де әлі қосқан жоқпын. Неге десеңіздер, өйткені білмей тұрмын да, не деп айтатынын, қазір мен қос қойып, бекер жұмыс болып қалама деп тұрмын да. Не деп айтады ол кісілер, ертең консультацияны как задание сияқты қылдырып күнделікті тапсырма ретінде жіберіңдер деп айтама, жоқ.
просто видеозвонокпен стриминг түрінде өтіңдер деп айта ма? Егер видео тапсырма ретінде жіберіп отырыңдар десе, и чтобы ол потомство отображалось деп айтатын болса, онда как пән қылдырып қоса саламыз. Баста қатырмай, пән қылдырып қосып, мысалы преддипломный работалар болса, дипломдық жұмысты жазудың несі ережелері, положение деген сияқты үлгілерін сөйтіп жіберіп отырамыз. Ал егер экзаменнің консультационный жұмыстары болса, онда болады ғой, сұрақтар қойыстырады ғой, билеттер болса, сол билеттер бойынша 30 билет құрылған болса, сол 30 билет бойынша, мысалы, конспект материал, сол билетте кездесетін сұрақтар бойынша сол сияқты саламыз ба деп ойлап отырмыз. Өйткені алдыңғы мартта басталған кезде біз сөйтіп жұмыс жасағанбыз, сол кезде Амина Даукеновалар жақсы деген, солай болсын деп айтқан. Биыл енді ол декабрьге дейін әлі уақыт бар ғой, экзаменге дейін. Жалпы уақыт бар ғой енді аттестационныйға дейін. Сол үшін пока ол жағын біз тоқтатып қойдық. Факультатив бойынша то же самое. Ол мектепте біз колледжде традиционный уақыт оқыған кезде ол ештеңе жазбайтын едік қой, тек қана КТП-сын толтырып қоятынбыз, даже бағада қоймайтынбыз, фамилиясын жазып қойып, сөйтіп қана жүруші едік қой. Ал қазір система потомство бойынша ол особо, потом можете подойти? Жұлдыз шығып кетті, астына түсіп кетті. Содан кейін пока факультатив бойынша, консультация бойынша күтейік, управление не айтады, содан кейін соған қарай подстраиваться ете саламыз. Болды? Рахмет сізге, Елжас. Елжас, мен мысалы информатикадан подгруппаға көрсетіп берші сабақты, қалай тапсырма береміз подгруппаға. Апай, ол разница жоқ, ол да солай. Сізге қыздар бөліп береді, сізге тек қана подгруппаңызда өзіңіздің студенттеріңіз ғана шығып отырады, басқа ешкім шықпайды. Мысалға, неяқта қай топ бізде подгруппада бар? Қазір көрсетейін наглядно. Міне, көрдіңіздер ме? Подгруппа 1, подгруппа 2 деп тұр. Көрініп тұр ма? Міне. Жоқ. Экранда. Экран көрініп тұр ма? Көрінді болды. Вот. Мына үстіңгі подгруппа. Көрініп тұр, айта бер. Подгруппаны көріп тұрсыздар ғой, еді? Вот, бұл системада автоматически 25 бала болса, біреуін өшесіз қойын, бір кабинетте 2 адам отыр. Біреуін өшесіздер ғой ме? Бір кабинетте 2 адам қосылып. Көрсетіңіздер ме? Бір кабинетте 2 адам отыр дейсіздер. Мына жерде системада қыздар бет бөліп береді. Үстіңгі подгруппасы мысалға Щерба Светлана Алексеевнанікі, астыңғысы Нұртазаеванікі деп. Сонда система автоматически бөледі. 25 баланың 12-сін, не болмаса 13-ін бірінші подгруппаға қалдырады, ал қалған 14-нен 25-не дейін екінші подгруппаға қалдырады. Бірақ егер группада ол бойынша бөлінбесе, қыздарға айтсаңыздар, қыздарға біз көрсетіп береміз, ол қыздар әлі сұраған жоқ ол туралы. Ары бері баланы лақтыру болады. Мысалға, бірінші списоктың екінші тұрған баланы екінші подгруппаға түсіру керек болса, перевести деп біз өзгертіп бере аламыз. Задание берер кезде тек қана сіздің подгруппаңыз ғана көрінеді. Жаңағы 12 бала ма, 13 бала ма, сол ғана көрінеді. Вот, ол жерде ондай разница жоқ, кәдімгі пән ретінде болса бересіз. Нені қараңыздар, сіздерде енді Амина Даукенова қазір отчет сұрап жатыр ғой, Иә, сұрап жатыр. Дауысым түсіне қалды. Амина Даукенова қазір сіздерден бізден отчет сұрап жатыр. Біз сол отчетты былай снимать етеміз. Қараңыздар, отчет по авторизациям деген бар. И бұны мысалға біз қазіргі данный момент... Елжас, дауысың естілмей қалды. Ендіші. Енді естіліп тұр ма? Естіліп тұр, дауысың естіліп тұр, е. Болды. Наны қыздарда регистратор деген роль бар. Сіздерде енді контингент үлкен ғой, может осы рольді сіздердің кураторларыңызға қойып беретін шығармыз. Әр куратор өзінің тобындағы кім кіргенін, кім кірмегенін шыққанын қадағалау үшінші. Сіздер контингент үлкен болғаннан может оны үлгермеуі де мүмкін. Мысалға, мынау бүгінгі күнге шығарған отчет. Мен қазіргі данный моментке шығарып көрейін міне. Создать отчет дейді қыздар. Осы рольді қосып береміз, егер қосылмаған болса. И скачать етеді қыздар Excel түрінде. Қазіргі данный момент неше бала кіргенін көру үшін. Қазір скачивать етсін, бізде интернет вообще өліп қалды ғой деймін. Тартпай жатыр. Мысалға, мынау кешегі күнге көрсете салайыншы. Кешегі күнге осылай шығады міне. Ол емес. Мынау, по-моему, қазіргі күнге қойды ме? Қазір ашылсын, көрсетіп жүрейін.
Excel көрініп тұр ма? иә Аха, осы жерден қыздар, осы отчетта қазір қыздарда ғана допуск бар, осылай көре алады. Бізде 501 бала кіріпті, но бағана снимать етілген отчет, контингент 562 ғой бізде. Соның 501-і кіріпті, бағана сағат 11-ге дейін. Сіздер осылай өз контингенттеріңізді қадағалай аласыздар. Кім кірді, кім кірмеді, балаларға бір-екі рет айтып жатсаңыздар, балалар да үйреніп алады уже. Кіру керек деп. Бізде қазір осыны сұрап отыр ғой, Амина Даукенович, посещаемызды. Күніне бір рет кірсе, ол система зафиксировать етеді, қай уақытта кіргенін көре аласыздар. Определенный группа болса, тоже мысалға S11P дейтін болсақ, 25 бала кіріпті. Бұл группада өзі 25 бала. Осы жерден кіргендердің тізімі. Осы жерден оқушы өздері группалар чаттарына жібереді. Кім кірмеген қарайды оқушылар. Сөйтіп бір-екі рет жіберсеңіздер, балалар да үйреніп алады уже. Қазір отчет снимать етіледі, қарау керек деп. Біз енді ертеңгісін 9-да бір снимать етемін мен, 11-де бір снимать етемін, 3-те бір снимать етемін. Келесі күні келемде осы күнге полностью снимать етемде, общий отчет жіберемін балаларға, кураторларға. Кураторлар сөйін отрабатывает, кім кірмеді, олармен сөйлесіп, неге кірмегенін деген сияқтышы. Егер Платонсқа кірмесе, обратная связь да болмайды сіздерде ше. Ол үшін солай үйреніп аласыздар оны. В принципе, болды. Сонда получается, мұғалімдердің қазіргі данный момент жұмыс жасайтын жерлері тек қана модуль задания. Енді соны үйреніп алыңыздар, хотя бы бір апта, 2 апта соны жұмыс жасаңыздар. Содан кейін қыздар сұрайды ғой, КТП-ны қалай кіргізеді деп. КТП-ны көрсетіп беремін. Ол КТП-да қиын емес негізі.